Барша мкп сүйер қауым, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Тизи. Достар, бүгінгі біздің видеода мен сендерге топовый Азазеле дейтін мкп-шардың лаунчерін слить ететін боламын. Достар, мен бұл видеоға қатты тырыстым, сондықтан да мені қолдап арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Бұның бәрі тегін, алмаған өте үлкен мотивация қосады. Біз көп созбаймыз, видеоға кеттік. Готе! Достар, лаунчер туралы не айта аламын? Бұл лаунчердің плюстары өте көп, ал сол плюстарын бүгінгі видеода айтатын боламын. Сондықтан видеоны до конца қараңыздар. Бұл лаунчердің бірінші плюсы ол FPS көтеріледі. Яғни айтқанда, лаунчер FPS буст лаунчердің бірі десе де болады. Сіздердің FPS-теріңіз кәдімгі Майнкрафттан гөрі 2 есе қатты көтерілетін болады. Оны тексеру үшін лаунчерді ссылка описанияда жазып алуға болады. Ал екінші плюс PvP көтеріледі. Яғни айтқанда, сіздердің PvP-ларыңыз обычный Майнкрафттың ойнағаннан 5 есе PvP-ларыңыз көтерілетін болады. Достар, яғни айтқанда, сіздердің қолдарыңыз тез қимылдап PvP-ға икемін табатын болады. Ал үшінші плюс посторонний скиндар. Яғни айтқанда, Азазеле деген мкп-шардың өзінің екі скины. Ол екі скин Алекс пен Стивтің орнына тұратын болады. Бұл скиндар және лаунчер өте топовый. Ал төртінші плюсымыз Азазеледің настройкасы. Және де достар, яғни айтқанда, Азазеле деген мкп-шардың өзінің посторонний настройкасы тұратын болады. Ал егерде оны өзгерткілеріңіз келсе, просто өзгерте салсаңыздар, настройканың бәрі кәдімгі Майнкрафттағыдай болып қалады. Достар, яғни айтқанда, ең ұнаған настройкасы ол яркость кнопок. Өйткені мен білмеймін, басқа версияларда бар ма, бірақ 1.1.5-те яркость кнопок деген ешқандай да жоқ. Ал бұл жерде PvP-ға арналып яркость кнопок аз болған. Ал біздің маған ұнаған 5-ші плюсіміз ол главный экран. Соңғы плюсіміз ол главный экран. Главный экран маған ұнаған жері оның анимациясы және де оның мягкости. Достар, хотя айтып атсам кешіріңіздер, бірақ маған айтып отқандарымның бәрі шын. Лаунчерді описанияда тұрған ссылкамен жазып алып тексеріп көріңіздер. Бұл лаунчер өте топовый, әсіресе главный экраны. Сіздерге обязательно ұнайды деген ойдамын, достар. Ал осымен біздің видео соңына жетті. Саған осы видеоролик ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кет. Және де өзіңнің приятный комментарийіңді жазып кет. Маған ұнаған 5 комментарийді келесі видеоға түсетін болады. Ал сендермен бірге болған мен Тизи, амандықта жүздесейік, сау болыңдар. Пока-пока, чао.